терапияда саған ұнамауы мүмкін, бірақ өте маңызды моменттер. Екінші бөлім. Мен психологпын, практика жасап жүрген 4-ші жыл кетіп жатыр практика жасап жатқан. Және де, смотрите, терапия ол тек қана мен ажырастым, жігітім маған измена жасады, осылай конфликт болып жатыр, мен ата-анаммен сепарация жасамағанмын, мен долгқа кіріп кеттім, мен масштабқа шыққым келеді деген моменттерден де басқа нәрселерді негізі талдауға болады. И еще как. Смотрите, мен сіздерге қазір важный момент айтып беретін боламын. Допустим, терапияда сіз менімен бірге жұмыс жасап жатқан уақытыңызда сіздің осылай түсіп кеткен иықтарыңыз или болмаса сіздің жағыңыз қатты зажатый, и сіз әрбір сөзді қатты бүйтіп зажатый, аузыңыздан әрең шығарып алып, тартып алып жатырмын да суырып. Мен айтамын, сұрақ не болып жатыр? Мүмкін сіз мүлде басқа запроспен келуіңіз мүмкін, не такая, мен сұраймын, сосын не болып жатыр денеңізде? Неге соншалықты қатты үлкен напряжение көтеріліп жатыр? И сіз айтуыңыз мүмкін, мен қазір басқаша жауап берсем, ол сізге ұнамай қалады. Или видно же, что я не хочу об этом говорить деген сияқты. Мен сұраймын, не болады онда? Маған ұнамайтын жауапты айтсаңыз мүмкін, сіз айтуыңыз мүмкін, ашуланасыз, или мен тупой деп көресіз, ақыл жетпей қалды ма, өзінің білімі жетпеді ма, неге бейшара сияқты болып жатыр деген сияқты әртүрлі фантазияларыңызды айтасыз да. И бұл сіздің өміріңізде именно отношенияда көрініп жатқан моменттеріңізді көрсетеді. Бұл бір. Или болмаса тоже екінші бір важный момент бар. Терапиядағы менімен бірге сіз конкретно түрде ақы сұрауыңыз мүмкін. Мына жерде не істеу керек? Мен ажырасайын ба? Күйеуім өйстіп қоймай жатыр Хотя бүкіл негізі адамдар біледі, что психолог терапияда, консультацияда емес, коучингтің вариантында емес, терапияда ақыл айтпайды, сізге мынандай шешім қабылдау нәрсені жаса деп. Но если сіз мысалы менен сұрап жатсаңыз, вот что делать, мына жерден мен не істеймін, мынандай ситуацияны істеймін деп сұрап жатсаңыз, біз талдаймыз бұны, міндетті түрде талдаймыз. Неге? Мен айтуым мүмкін. Неге сіз маған өміріңіздегі властьті бергіңіз келеді маған? Сіз ойлауыңыз мүмкін, сіз көбірек оқығансыз, бұндай нәрсе көп клиенттердің алдыңызда бар. Сіз көп көріп тұрсыз ғой, ситуацияны полностью түсініп тұрсыз ғой, ең жақсы шешімді сіз білесіз ғой деген сияқты. Мен айтамын, сіз өзіңіздің ішкі ойыңызға операция етсеңіз, сіз сонда қате ошибка жасаймын, сіздің шешіміңіз қате деп ойлайсыз ба? Неге сіз өзіңіздің қабылдаған шешімдеріңіз, ойларыңыз үшін ұяласыз? Неге сіздің өзіңізді төмендетіп, мені жоғары қойып санап жатырсыз отношенияда? Бұндай модель поведения отношения сіз кімнен үйреттіңіз? Және де бұл қандай өміріңіздің аспектісінде тағы да көрініп жатыр деген сияқты біз талдаймыз. Бұл өте тыныш, бірақ қатты рост беретін моменттер. Саған ұнамайды бұндай детальдар талдау, бірақ бұл өте маңызды. И және де үшінші мысал, допустим, сіз маған терапияда мысалы кофе алып бергіңіз келуі мүмкін, сыйлықтар сыйлағыңыз келуі мүмкін, жеке кездесулерге шақырғыңыз келуі мүмкін. И ондай моменттерде это тоже ол нәрсені біз талдаймыз. Неге? Во-первых, неге сіз шекарадан шыққыңыз келіп жатыр, неге свиц еткіңіз келіп жатыр. Біз ойлаймыз менің благодарностьін бергім келіп жатыр, бірақ оны терапияда бұл тоже важный бір процесстің бірі. Не бывает так, что мысалы, развод или сепарация деген сияқты бір тақырыптар талдап жатып, мына нәрсені бергіңіз келуі. Неге? Өйткені сіз ойлауыңыз енді әртүрлі фантазия болуы мүмкін. Мен сізден сұраймын, неге оны нәрсені жасағыңыз келіп тұр? Бұл сіз үшін нені білдіреді деген сияқты, ішіңізде не болып жатыр? Бұл чувство благодарностьтен ба, чувство виныдан ба, или чувство вины деп глубоко сіз сезініп тұрсыз, и оның үстін поверхностный түрде благодарность жауып тұр да. Мүмкін сіз ойлайсыз, менің сезімдерім, менің ойларым, менің проблемам тым ауыр, менің психологым осы мәселені не істеген екен, қатты ешкім көтере алмаған нәрсені көтеріп тұр, мен сол үшін бұндай ауырлығымен ішкі бөліскеніме өзімді какой-то степени кінәлі сезінемін. И кінәлі сезінгеннен кейін мен бұған шүкір деуім керек, хотя бұл нәрсемен бөлісіп мені естіп тыңдап жатқаны. И поэтому мен бұл чувство виныды арқылы жапқым келіп жатыр дегенде. И бұл нәрсені дальше талдаймыз да жаңағыдай. Неге сіз өзіңізді нормальный нәрсе үшін шынайы білесіз кезінде, бұндай нәрсені сіз неге заслужить етуім керек, сатып алуым керек, зарабатывать етуім керек деген сияқты, окупать етіп алуым керек деген сияқты ойлайсыз. Бұл модель поведения отношения қайдан басталып жатыр, қай жерде сізге зиян келтіріп жатыр, неге сіз өзіңізді шынайы түрде ол нәрсені қабылдай алмайсыз деген сияқты уже біз талдаймыз. И бұл да тоже ең важный, өте қатты клиентті өсіретін, зрелостін өсіретін, өзіндегі өміріндегі болып жатқан финансовый жағынан болсын, махаббатты болсын, вниманиені болсын, қабылдауын өте қатты өсіреді. Вот жалпы осындай моменттер бар.
егер қызықты болса комментарий қалдырыңыз, мен тағы да 3-ші частьте түсіретін боламын. Яғни терапияда важный, бірақ саған ұнамайтын моменттер жайлы.